Ассаляму алейкум, урметлі серджелер, бұл UA TV студияда. Украина хаберлері бүгін апрельнің бірі базары тасы күні. Кучерев адына демократик тәшебіслер фонды Киев Халқара Ичтимаят институты ве Разумков адына Украина иқтисади ве сияси артышмалар мерkezінің мутехасыслары тарафындан өткерілген меркези сайлайджи әйетінің мәліматына көре президент сайлавларының екінші турына екі намзет кечті Владимир Зеленский ве Петро Порошенко. Зеленскийге сайлайчыларының 30,20% рейберді, Петро Порошенкоға есе 16,67%. Юлия Тимошенкоға 13,13%, Юрий Бойкоға 11,47%, Анатолий Гриценкоға 7,08%, Игорь Смешко 5,94%, Олег Ляшко 5,1%. Қол тұтты. Меркези сайлайджи әйетінің мәліматы бүгін апрельнің бірінде саат 7-де илан етілді. Умумен бюллетенлерінің 41,59% сайылды. Украина президент сайлавларына келмесі 63,62% олды бойле мәлімат меркези сайлав әйеті берді. Энфальтарзда рей Львив вилетінде Киеве Волыньде рей берділер. Әрбір бұ вилеетті 68%-ге яқын сайлайджылар келді. Бұнен бераберлікті юксек келме дәрежесі Ривне, Полтава, Сумы, Чернигев, Тернопіль ве Житомир ветлерінде олды. Эназы бұ 49%-ға яқын Закарпаттияда. Бізім мили полицияның веджі матчылық көзеті желерін тәфсілеріне көре систем бозылуларсыз кечті. Яны Украин халқының ирадесі ифаде етілгеніні көреміз. Величезним досягненням Центральна виборча комісія вважає і те, Меркези сайлав комиссия сыңырлама мынтақасында вебірлешме құветлер олып кечкен мынтақаларында çalışқан сайлав бөліклері ғайретінен çalışқанларының бұвақиетлі оларақ сая. Білгеніңізге көре мудафа назерлігі мұраджатынен Меркези сайлав комиссиянен истеснауларақ 80 сайлав бөліклер açılды. Бұл бөліклерде арби хадимлері рей беріп, өз бұ аққыны құллана білділер. Президент вазифесіне намзет Володимир Зеленский экзит-пул нәтижелеріне ғалебе елінің башы деді. Штабында оны артистлер ешдешлері концерт ешкелетіп, чықышлар япып қол тұтты. Озы өсе самими шарайтты журналистлер әлі пинг-понг ойнады ве чоқ шақалашты. Сонында есе әркеске қол тұтмай үшін миннетдарлық білдірді. Тільки перемогу, а яка стратегія? Тек ғалебе, насыл стратегия, трое аты екінші қысымы. Экзит-пол нәтижелеріні тефсиретері кәмелдекі Украина президенті Петро Порошенко бойледі. Украина сынавдан кечті ве Русияның планларыны бозды. Чүнке Кремль екінші турда асла башқа намзетлер олажағына беклейді. О сайлавларда ештірак еткен сайлайджыларға тешекүрлер білдірді. Мартның 31-інде Украина Европа девлеті олажағыны таздықлады ве сербест демократик сайлавлар кечірді. Я твердо переконаний, що цей іспит... Мен қатты еменлікнен Украина бұ имтианны мұвафақиетлі бітіргенін дейім. Емде бұ сайлав компаниясы сакин веяваш олғанына белгілей, чүнки бойле кескін рақиплікіні Украинада білмеген еді. Юлия Тимошенконың штабында есе экзит-пол нәтижелеріне айын ойынлар, деді. Ве сон нәтижелер илян етілмегенже бұ нәтижелерге емиет бермемек керек олғаны да қайдетілді. Ама айны заманда Володимир Зеленский бірінші ерді олғанына итираз білдірмей, ама екінші ерді Порошенко дегілді озы олмақ керек олғанына айта. Дәлелер оларақ оның тақымы өткерген сұравлар нәтижелеріні кетірді. Ми переконані. Экзит-пол Петро Порошенко екінші турға кечкені білдіргенлері бізім араштармаларымызға көре ялан. Бұ сумарыш олған экзит-пол манипуляциялы ве сумарыш олған ичтимаят та айны.
Мартның 31-нда Кырымлылар Киевде рейберді. Тахминен 4500 бинден зияде Кырымлылар Қыта Украинаға рейбермек үшін шықты. Киевде ватандашларымыз артақа алмады, әкі қадын, әкі тата қардаш, ой сайлав ақынен насыл құланғанларыны невбетті келіп хамызда сейір атаныз. Конун ортасында эки тата кардаш өз сайлав бөлігіне келелер. Сайлавларға махсус Қырымдан келділер ве Киевде өз сечімні yapmaға қарар алдылар. Президент сайлавларында рей бермек бойын боржы деп саялар. Бұл сайлаулар біріншіден менің ақым, екіншіден мен пик істейм адалет ве ақиқат тікленгені ве пик істейм Украина девлетінің күчлі президенті болғаны ве шымды менің елімден аз olsa da ama bir rey vermege күчлі президентке düşüncem var edi ve onun için mahsus geldim. Менің халқыма келешегі бұл Украина мемлекетіне бағылы. Onun için de беріледім. Менің сесім де бір сес зиядеже olsa біле, бұл сес керек маңа yapmaға шу сесін менің миллетім де еңсін деп. Сайлавлардан огуне да сайлав ернін деңештір вақында кәғыт алмақ керек еді. Біз рұқсет алмақ үшін 5 саттан зияде невбетте тұрдық ве бізге берілер олай бір открепительный талон қайда сайламаға мүмкін 5 сатына да іч янмадық, ақымызын құланмаға істедік. Тахминен 4,5 бинден зеде Қырым сакені Қыта Украинада қайд етілді, 1,5 бин Қырым сакені Киевде рей бережек. Рей бермек үшін ең чоқ сайланылған бөлгілер арасында Киев ве Херсон велетлері, бұл ерде 535 ве 340 Қырым сакені рей бережек. Алия Усейнова ве Зурия Умерова рей берген бөлікте истесна дегіл. Станом на теперішній час Шымдығы вақытқа көре біздің бөлігімізде Қырым Мұхтар Жұмхуретінден көчіп келген еді кіші рей берді. Олар мақсус кәғытқа көре сайлав еріні деңіштіріп рей берді. Мен пек қубана мемнунum, onun için de мен бүгін сесім бердім, мен пек бақтылым. Өз сечімні yapıp, Аленин Зоре мемнунетлекнен сайлав бөлігінден чықалар. Имран Усейнов, Игорь Каркадим, UATV. Рейберовге 5,5 бин инсан Қырым сәкендері қайдылынды чоқусалары 1700 Киевде базылары рейбермек үшін Херсон велиятыне келділер. Бізім ұқберіміз Қырым сәкенлерінен қонышты тафсилятлыжы невбетті келевхамызда. Қырым татары Нариман Джилял бюллетень алмақ үшін невбетте тұра. Оның үшін президент сайлавларында рейбермек пек мұйым. Бұның үшін ишғал етілген Қырымдан келді. Я счел своим гражданским долгом. Мемори сыңырны бір күн евел кештім. Чоқсы Қырымлылар үшін бұл пек тілікелі ел. Украина президенті сайлавлары үшін Русия бұтын ярымадада басқылар арттырды ве мемори сыңырдан незаретіні көчелештірді. Мемори сынырны бір күн евел кештім. Чоқсы Қырымлылар үшін бұл пек тілікелі ел. Украина президенті сайлавлары үшін Русия бұтын ярымадада басқыларны арттырды ве мемори сынырдан незаретіні көчелештірді. Вот вчера, например, мы Группаларнен Қырымлылар Херсонға келелер, ама чоқсы қаланчақтар ейберелер Қырымға яқынжа. Ерлі медениет еві ең фаал сайлав бөлігі мұнда 60-тан зиеде Қырымлы қайд етілді. Аман-аман епісі рейберді. Группаларнен Қырымлылар Херсонға келелер, ама чоқсы қаланчақтар ейберелер Қырымға яқынжа. Ерлі медениет еві ең фаал сайлав бөлігі. Мұнда 60-тан зиеде Қырымлы қайд етілді. Аман-аман епісі рейберді. У нас зареєстровано 58 виборів. Тышарыда янгыраган Украин музыкасы байрамы ыйтыны ярата. Сияси тартышмалар yok. Кырымлылар фаал оларақ рей берелер. Амма мухберлернен аз лаф етелер. Камера артында ишгалдеки яшайыш üçün айталар. Бу қадын алуштадан келді. Рей бермек üçün uzun yol кечті. Бетіні көрсетмемеге ялварды. Тышарыда янгыраган Украин музыкасы байрам ыйтыны ярата. Сияси тартышмалар yok. Кырымлылар фаал оларақ рей берелер. Амма мухберлернен аз лаф етелер. Камера артында ишгалдеки яшайыш üçün айталар. Бу қадын алуштадан келді, рей бермек üçün uzun yol кечті. Бетіні көстермемеге ялварды. Қырымлы украинлер қытадаки сәкенлерге айталар. Олар Украинаға инаналар ве ярымадаға қайта жағыны беклелер. Екінші тұрға да бір шеге бақмадан келерлер. Ольга Волынец, Дмитрий Борщ, Имран Усинов, Халисе Зенедин, Херсон вилаяты, UATV.
Украина президенты сайлавларында дөньянын 72 мемлекетінде яшаган украинлер иштирак этип болду. Сайлау бөлүклөрүндө 100 bin инсан кайдиеттен кечти, тафсилатлы Невбетте келев хамызда. Президентны бутун дөньяда яшаган украинлер сайлап oldu. Сайлап бөлүклөрү 72 мемлекетте ачылды. Австралиядан башлап Америка Бирлешкен Девлетлерине кадар. Эпысы олуп мемлекет тышында 101 сайлап бөлүгү чалышты. Эң чок Алманияда. Бу жерде 5 бөлүк тешкил этилди. Рейбер мекачын мында пек чок адам келгени ойле кубандыра ки бу сайлавларда ватандашларынын файлыгы пек буюк. Пек чок адам рейбер увераны дыныштырды. Вактынча консулу дынышыване турду рейбер мекачын. Бизде 21 bin сайлайчы кайдетилди. Келип рейбергенлерини беклеймиз. В Німеччині вже 7 років. Мен Алманияда енді 7 жылдан берлі яшайм иштирак эткен экинчи сайлавларым. Мен Украина ватандашы мемлекетимнин келечегини тушунмек боржумдур. Романия ве Словакияда бир сайлав бөлүгү, Беларусь, Молдова ве Мажаристанда исе экишер. В Італії просто проїхали. Достлары мен Италияга аратланмак үчүн келдик, амма рей бермесек олмазыды, бу бизим ватандашлык боржумуз. Буну анаяса граждан ве ахлакый принциплерибизге көрө эда этмелибиз. Санки ойле бір пек кысметли муйым бір шей япканын кибы исетеле буюк умутлер этемиз ки бу мемлекетнин келечеги үчүн эйи тарафтан тесир этер. Бір автоевелсі келіп қайдиеттен кечтім, yok асла зор олмады. Чүнки бу мемлекетнің менім балларымның тағдирыдыр. 5 жылда бір кере келмек мүмкін. Чому я прийшла? Тому що... Ничен мен келдім, чүнки первасыз олмақ мүмкін дегіл. Месулиетлі олмалымыз мемлекетнің келечеги шақа дегіл. Белки бір рей бере муйым олор. Сайлаучыларның сайысына көре ең балбан сайлав бөлігі Молдовада, ең аз Сырбыстанда садеже 42 кышы кайдетілді. Русияда яшаған украинлер есе Гурджистан, Казахстан ве Финляндияда рейбері болды. Түркияде бу сене 3 шерді рейберов бөліклері чалышты. Бу Анкара, Стамбул ве Анталия шерлі. Тафсилатлыча мұхбирымыздың левхасында. Türkiye'de 3 сайлав бөлігі украиндакилернен айны заманда açıldı. Saat 8'de ең бұйығы İstanbul'da анда 356 сайлаучы рейберді. Да 158 кышы Украин елчілігінде Анталияда оз рейні берділер. На вибори президента України в нас зареєструвалося на нашій дільниці. Украин президенті сайлауларына Анкарада 194 сайлаучы кайдетілді. Бу кечкен yıllarga көре баяғы чоқ. Бу кубандыра. Ең бұйық сайлаучы 85 yaşında, ең genç 18 yaşında. Сайлаулар сакин ве проблемсыз кечкеніне умут етеміз. Оз рейні Қырым татары Джафер Умеров берді. О сайлав комиссияның векелі Түркияге да ярымаданын ишгалінден угуне көчті. Университетте оқый. Для мене, як для кримського татарина та для українців. Кырымдатар оларақ, украинлі оларақ олачақ президент Қырымны Украинаға қайтармасы Донбастаки женг бітіргенінің менім үшін бұ пек мұйым. Мен украинлер Авропалы милетлер бірлешмесі үшін Украин президентіні ерше япқаныны істейім. Амма о яңлыз кырымдатар дегіл. Бүгін Қырым үшін сесімі қоландым. Қырым ве Украинаның бірлікте parlaq geleceği için ses verdim. Umut ettim ki bu benim umutum gerçekleşir. Rey bermek için bu korantalı çiftte geldi. Yevgeniy Velena, sabık Ukraynar biler. O general rütbesinde kadını ise podpolkovnik. Kırım'ın işgalinden son olar Şimali Kıbrıs'a kettiler. Saylav bölük'e gelmek için da tangda çıktılar. Sabah erti evden Kıbrıs'ın havalimanına çıktık. Ankara'ga uçup geldik. Mında iki nakliyatmen geldik. Çünkü paytaxta hiç olmagan edik. Ve mına memnuniyetnen bölük'e geldik. Butun Türkiye'deki bölükler yaxşı qaralana memlekette da yerli saylavlar keçe. Ukrainler nasıl rey bergenlerini kunның soğuna saymağa planlaştıralar. İmran Hüseyinov, Olga Budnik, İdiye Kataman, Ankara, UATV. Антарктида бу yerде en uzak ve barılması kıyın olgan saylav bölügü yerleşken. Akademik Vernadski stansiyasında 30'dan ziyade Ukrayin çalışa. Olar mahsus rey beruf usulının kullandı. Kutupçılarının 24. ekspedisiyası ise tam Antarktik stansiyasına yol tutmakta. Olar gemide rey berecekler. Tafsilatlıca bunun hakkında Nevbetте келев хада.
Ең ұзақ сайлав бөлігі Академик Вернадский Антарктик станциясы. 15.000 километр ұзақлығында ерлеше, анда учақ еді геменен бір авто ішінде барып чықмақ мүмкін. Відсканується бюллетень. Бюллетеннің скан копиясы Академик Вернадский станциясына юланылacak. 34 құтыпчымыз анда рей беріп олacak. Бойле бөліклерде гемелерде де олғаны кібі бюллетенлерінің өзлері япа білелер. Шей канунға көре. Антарктидаға невбеттікі 24-ші Украин экспедициясы yol тұтмақта. Мартның 31-де олар аледа деңізде гемиделер. Біз станцияда дегіл гемиде рей бережекміз, ама бізге рей бермек үшін имкан гемини капитаны бермеледір. Бұл бізге бағлы дегіл. Эпсы экспедиция азалары веда yolda олғанлар рей бермек үшін сайлав бөлігіні деңіштірмеділер. Весиқаларымызны Антарктик меркезі тарафындан берілді. Бұ ерде епіміз қайдиетінен кечтік. Бұнен оғрашқан мақсус адам бар. Өзіміз бұны yapmadık. Бұ ерде рей беру ұсылы дегер сайлав бөліклерінен асла фарқ етмей. Сайлав комиссиясының ребері 23-ші экспедиция башы олды. Кетип система идаречісі. Також на станції вже силами самих полярників. Станцияда құтыпчылар өзі рейсандығына верей беру одасына азарладылар. Аслында бұ балбанмаса вертикаль оларақ қойла ве басманен қапатыла. Бойлеже Украин ватандашлары гізлі оларақ рей бере ола. Рей құтыпчылар ерлі вақытқа көре берді. Соңра нәтижелеріні ве комиссия протоколларыны скан копияларыны йолайжақлар. Весиқаларыны асыл нұсқаларыны Украинаға апрелін ортасында 23-ші Украин Антарктик экспедициясы кетірежек. Құрметлі серджелер, бұл дақиқаға бұл соңки хабарымызы да дачо хабарларны сізлер UATV.ua сайтымызда оқой білесіңіз. UATV или олыңыз өзіңізге мұқайт олыңыз, сағлық мен қалыңыз күрішкенже.